Армысыздар, құрметті көрермен, эфирде мақсатына жеткендер хабары. Сіздермен бірге Мақсат Ержанұлы. Ал бүгінгі біздің құтты қонағымыз дәстүрлі әнші, ұстаз Темірбек Жүргенов атындағы Өнер академиясының доценті, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Нұржан Жанпейісов. Нұржан аға, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік. Ұстазсыз ғой, шәкірт тәрбиелеп жүрген. Шәкірттеріңіз демалысқа шығып, шығармашылығыңызда үлкен серпіліс болып жатыр деп есептейміз. Кітап жасқа, ақыл кәрге қуат береді дейді ғой. Енді бағынан бері көрсетпей отырған ғажап кітапты көрерменге бір жағымды жаңалық ретінде паш етейік. Құтты болсын дейміз. Өзіңіз енді ұстазыңыз жайлы толықтай айтып өтсеңіз, кітапқа Дәнеш Рақышевтың қанша әні енді? Жақсы, рахмет Мақсат бауырым. Мына бүгінгі тамаша хабар бағдарламаға шақырғандарыңызға үлкен ризашылығымды білдіремін. Бұл бағдарламаның аты мақсатына жеткендер деп тең қойылмаса керек. Сол бағдарламаға арнайы бүгін мынау кітабымды арқалап келіп отырмын. Бұл енді бір менің алдыма қойған үлкен мақсатымның бірін орындалғаны, бір мақсатыма жеткеннің бір осы деп есептеймін. Яғни, қолымдағы кітап ән салайын деп аталады. Бұл мынау музыкалық оқу орындары, жоғарғы оқу орындары бар, орта оқу орындары, жалпы музыка оқу орындарына арнайы дайындалған хрестоматия, оқу әдістемелік құрал деп атауға болады. Бұл кітаптың ішіне қазақтың ән өнеріне үлкен үлес қосқан Қазақстанның халық әртісі, әнші, композитор, жетісудың бұлбұлы атанған Дәнеш Рақышевтың орындауында жеткен. Яғни сол кісі орындаған әндердің бәрі осы кітапқа топтастырылды. Бұл жерде ұзын саны 115 ән. Яғни 115 әннің барлығы енді бірлі-жарым қалыппағандары бар. Бұл әндерді іздестіру, жинастыруда көптеген жылдар, көптеген уақытымды сарп еттім десем болады. Бұл жерде Дәнеш Рақышевтың өзінің төл, өз жанынан шығарған 75 әні бар. Одан кейін Дәнеш Рақышевтың жалғыз күйі бар еді. Ол кісінің өзінің естелігінде айтады, дәкеңді көргендер, кезінде бірге сол шығармашылық ұжымда бірге болған кісілер айтады, Дәнеш Рақышевтың бір күйі бар еді, Шырал деген деп еститін да, бірақ ол қандай күй екенін мен білмейтін. Бірақ жүрген жерде іздестіріп, сұрастырып жүрдім, таппадым. Содан былтырғы жылы қазір консерватория қабырғасында қызмет жасайды Әсет Жұмабай деген бауырымыз, домбырашы. Сол жігіт арнайы бір пост жасаған екен әлеуметтік желіге. Дәкеңнің туған күніне қарсы. Осылай Дәнеш Рақышевтың бір жалғыз күйі, Шырал деген күйді үйреніп, мен Чайковский атына колледжге түсіп едім деген. Содан бірден сол Әсетке хабарласып, сөйсем, қазіргі Жаркент өңірінде Қырыққұдық деген ауыл бар. Сол ауылда Нұрдәулет деген ағамыз тартады екен. Сол кісіден арнайы жазып алып, нотаға түсіріп, сол жалғыз күйін осы кітапқа кіргіздік. Өзінің әндерінен басқа бұл жерде Дәкеңнің орындауында жеткен небір халық әндері бар. Халық композиторларының әндері бар. Солардың бәрін топтастырғанда ұзын саны 115 ән бір күймен осы кітапқа түгел топтастырылды. Енді бұл әндердің барлығын дерліктей қазіргі өнертанушы, өнер зерттеуші, мәдениет қайраткері, күйші Мұрат Әбуғаз деген азамат бастан аяқ барлығын нотаға түсіріп берді. Яғни менің орындауымда. Енді бұл әндерді әрине 1-2 жылдың көлемінде болған дүние емес. Мен сол 2000 жылы сонау қазіргі Талдықорғаннан осы Алматыға ауыстым. Осында үлкен мақсатпен келдім. Жалпы Дәнеш ағамыз бұл Алматыны армандап өткен, аңсап өткен кісі ғой. Кезінде осында қызмет жасасам, осында шығармашылығымды осында жалғастырсам деген өзінің ұсыныс тілегін. Ол кезде жоқ. Бұл жерге емес, сіз Талдықорғанға барыңыз, Талдықорғанда филармонияға барып, сол жерде қазақ бригадасын құрыңыз деген жоғары жақтың арнайы тапсырмасымен сол Талдықорғанға ауысқан екен. Бірақ Алматыға келе алмады. Енді менің үлкен мақсатым осы Алматыда Дәкеңнің өнерін, бұл енді Дәкең қазақ ән өнерінде үлкен мектеп қалыптастырған ғой. Сол мектепті жалғастыру, сол мектепті дәріптеу, сол Дәкең жеткізген, Дәкең салған әндерді кейінгі өнерпаздарға үйрету мақсатында 2000 жылы мен сол Алматыға ауыстым. Осы Алматыға келіп, ол жерден қайтадан білім алу мақсатында консерватория қайтадан қабылданып, сол жерде оқып жүріп, қызмет жасадым, Қазақ концертте жұмыс жасадым, біраз мектептерде сабақ бердім дегендей. Содан кейін 2010 жылы осы Алматыдағы мемлекеттік мұрағат, соның музыка қорына арнайы кіріп, сол жерде Дәкең салған әндерді іздедім. Сөйтсем, Дәнеш аға үлкен еңбекқорлық танытқан екен. Үлкен жанашырлық танытқан екен. Мынау кейінгіге үлкен мұра қалдырған, сондай бір үлкен еңбекті таптық. Яғни архивте Дәнеш ағаның 1960 жылдардан бастап осында ара-тұра келіп, Алтын қордың радио қорына, архивтің қорына көптеген әндер жаздырыпты. Сонда мен жаңағы бір жеті отырып тапқан Дәкеңнің үн таспасы 4,5 сағаттық үн таспасын таптым. Аудиозапись дейміз ғой. Одан мен қоса бейне таспасын таптым.
яғни 1,5 сағаттық. Ол жазылған дүниелер біздің радио болсын, телеарна болсын, ешқайсында кезінде дұрыс насихатталмаған, дұрыс көрсетілмеген, дұрыс дәріптелмеген. Нұржан аға, ән салайын кітабыңызды жазып шығуға қанша уақыт сарп еткіздіңіз? Енді артында қыруар еңбек жатқаны түсінікті ғой. Қанша данамен шығардыңыздар? Жалпы бұл әндерді жинастыру сонау 2000 жылдан басталды. Мен Алматыға қалай келдім, солай бастадым. Ол кезде кітап шығарам деген ой болды ма? Менің негізгі ойым, негізгі мақсатым, негізгі арманым сол болған. 2000 жылдардан басталған. Дәнеш Рақышевтың әндері осы уақытқа дейін қаншама әндер ешқандай нотаға түсірмеген. Көз тірісінде 22 әні өзің шығарған. Мынандай кішкентай жұқа кітапша болып шыққан көз тірісінде 1984 жылы. Одан кейін шықпаған кітап. Одан кейін қаншама әндер шығарды. 25 жылғы еңбек дейсіз ғой. Иә, содан кейін мен сол 2000 жылдан бастап Тәкеңнің бүкіл әндерін жинастырып, нотаға түскені бар, түспей қалғаны бар, жаңағыда аудиозапистерден барлығын жинастырып келіп, солар шетінен нотаға түсіріп, міне сол 2000 жылдардан бастаған еңбек қой. Былтырғы жылы сол кітап толық дайын болды. Енді бұл кітаптың алғы сөзін өзімнің естелігімен, Тәкеңе қалай жолықтым мен, Тәкеңнен қалай үйрендім, Тәкең маған не үйретті, содан қысқаша өзімнің естелігім бар. Содан кейін кіріспе бөліміне Дәнеш ағамыздың өзінің қолжазбасы бар. Яғни өз көз тірісінде өзінің өмір баянын, шығармашылық баянын кәдімгі өз қолымен жазған естелігін, қолжазбасын айна қатесіз осы кітапқа енгізіп отыр. Өйткені ол кісі балалық шағы қалай өтті, жастық шағы, ол ән өнеріне қалай келді, кімдерден әндер үйренді, сонау атақты Әсеттің әндерін кімнен үйренді, осының бәрін өз қолымен жазған өмір баян түгел осы кітапқа кіріспе бөліміне салдым. Содан кейін жаңағы әндердің барлығы нотамен түгел жинастырылды. Бұл енді түсінген адамға, мына өнер зерттеулер үшін бір таптырмас үлкен кітап деп есептеймін. Енді бұл кітапты шығаруға әрине қазір енді жазылған, шығатын кітаптар өте көп, бірақ енді оған қаржыға келіп тіреледі ғой. Қазір Тәкеңнің туған өңірі сол Жаркент өңірінде Ақсубаев Серік деген ағамыз бар. Соған бір ауыз айтып едім. Ешқандай сөзге келген жоқ. Ойбай Нұржан, ол кітапты біз шығармада кім шығарады? Сондықтан ешқандай қысылма, айтасың деп бір ауыз сөзге келмей, осы кітаптың жарыққа шығуына ол кісі үлкен ықпал жасады, үлкен қолдау білдірді. Енді бұл кітап енді бәленде көп емес, 1000 данамен шығып отыр. Келесі, яғни 2026 жылы Дәнеш ағамыздың туғанына 100 жыл толады. Соған бұл дайындықтың басы деп есептейміз. Әрі көптеген жоспарлар бар, бірақ енді негізгі мақсат, негізгі арман осы еді. Құдайға шүкір, бұл да жарыққа шықты. Қазір енді шәкірттердің қолдарына уже тиді. Енді тапсырыс беріп жатқандар да жоқ емес. Бірақ енді бұл кітаптарды енді оқу орындарға сата алмаймыз. Арнайы өзімнен келіп сатып алғандар бар. Енді оқу орындары әлгі арнайы порталдар арқылы сатып алады екен. Оның да жолын қарастырып жатырмыз енді. Жақсы Нұржан аға, көңіліңіз алып ұшып, 25 жыл еткен еңбектің бүгін жемісі ғой. Біз де қуанып отырмыз. Ұстазыңыздың әруағы разы болсын. Осы 115 ән енді ғой ішіне. Ішіндегі бір күйге тоқталайықшы. Сол күйдің тарихына екі аудан түгелдей таласады. Бұл біздің Үшаралға арналған күй деп. Мысалға енді Алакөл ауданында да бір бар ғой Үшарал. Жаркентте де бар бір Үшарал. Демеу жадырайып шыққан Үшарал. Сондықтан бұл күй Дәнеш атамыз нақты қай Үшаралға арнаған екен? Атақты Әсет ақын бар. Әсеттің небір әндері бар, бірақ оның Әсеттің құлақ күйі деген жалғыз күйі бар екенін біреу білсе, біреу білмейді. Мысалы, атақты Кенен атамыздың да құлақ күйі, ән салардың алдында тартатын күйі бар, жалғыз күйі. Тәкеңде де сондай жалғыз күйі бар, жаңа Үшарал деген күй. Бұл күй енді басында Салкүрең деп аталған. Бірақ кейіндеп Тәкең өзі мынау Жаркент өңірінде Үшарал деген ауылда халық театрының негізін қалады. Сол өңірдегі өнерлі жастардың басын құрап, сол халық театрын құрып, алғаш сол жерде еңбек еткен ғой. Сол Үшарал халық театрында ансамбль құрған, ол ансамбльдің репертуарына небір әндер жазған, сол ансамбльдің де соған лайықтап күй шығарған деп есептеймін. Енді сол күй сол Үшарал деп аталады, сол өңірдегі сол Үшаралға арнап шығарған күйдің бірі деп қарастыруға болады. Енді бұл күй мен енді нотаға түсіргеннен кейін алдағы уақытта бұны қазір енді ансамбльдер көп, фольклорлық ансамбльдер дейді. Қала берді үлкен оркестрлер бар, солардың репертуарына енсе екен деп арнайы тапсырыста беріп қойдым. Ермұрат Үсенов деген ағамыз арнайы ән күйлерге оркестровкаға түсіретін, оркестрге лайықтап түсіретін. Ол кісі қуана келісіп отыр. Сондықтан бұл күй алдағы уақытта сол ансамбльдер мен оркестрлердің репертуарынан берік орын алады деп есептеймін. Тамашаға рахмет. Енді қазір 21 ғасыр ғой. Заманауи тұрғыда бір аудио, видео деген сияқты мақсатта да көрермен, оқырман тыңдай ала ма? Сондай жаңалықтар бар ма? Әрине. Енді баяғыда 2010 жылы Мәдениет министрлігінің қолдауымен 2010 жылы
қазақтың дәстүрлі мың әні, дәстүрлі мың күйі деген үлкен антологиялық жинақ шықты. Ол жерде жаңағы дискіларға лайықтап көшіріліп шығарды ғой. Енді қазіргі кезде ол енді YouTube каналдары арқылы, басқа да әлеуметтік желі арқылы, сонда бір порталдар арқылы насихаттайды ғой. Мен осы жаңағы 115 әннің мынау архивтің түбінде жатқан әндерді шығардық қой, бер Дәкеңнің дауысын. Сол әндердің барлығын арнайы компьютерде қайтадан теңшеп, тазалап, соны YouTube каналына жүктеп, соны QR код арқылы осы кітапқа енгіздік. Яғни мына жердегі барлық әндер өзінің ретімен сол QR код арқылы сол жерден Дәкеңнің дауысын тыңдауға болады. Мысалы, Інжу Маржанның бірінші түрі дейтін болса, яғни бұл жерде Дәкеңнің орындауында дауысын тыңдауға болады. Мына жерде нотасына қарап, өйткені барлығы Дәкеңнің орындауына нотаға түскен. Жалпы кітап 3 бөлімге бөлінеді. Яғни бірінші бөлімде Дәкеңнің орындаған халық әндері, екінші бөлімде халық композиторларының әндері, яғни Әсеттің әндері, Садықожаның әндері, бұл жақта айтылмаған Естайдың бір-екі әндері бар. Сол сияқты үшінші бөлімде Дәнеш ағаның өзінің төл әндері, өзінің шығарған әндері. Сондай 3 бөлімге бөлініп, мынандай 3 QR кодпен бөлінген, кез келгеніне кіретін болса, Дәнеш ағамыздың орындауындағы әндерді тыңдауға болады. Танимын десең Дәнешті, Нұржаннан келіп әнесті дейді ғой халқымыз. Сіз ән салғанда Дәнеш Рақышев тіріліп кетті деп айтады халық. Сонда сол оқуға барғанға дейін Дәнеш Рақышевті сіз танып, біліп, әндерін айтып жүрдіңіз бе, әлде кездейсоқ сояқта кездескеннен бастап ұстазыңыз болды ма? Кезінде Жақан Смақов деген ақын кісі Дәкеңнің алғаш бұл жаққа аты жетеді ғой. 59 жыл Дәнеш ағамыз атамекенге оралады ғой. Сөйтіп жаңағы Үшаралда халық театрын құрып сол жерде еңбек етіп жүрген кезде Жақан Смақов деген ақын арнайы іздеп барыпты Дәкеңді. Көрейінші Дәкеңден кім Дәнеш деген әнші. Сөйтіп Дәкеңді тыңдап риза болып келіп айтқандағы ғой. Танимын десең Дәнешті жантайып жатып әнесті деп. Сөйтіп айдар таққан екен. Бұны енді кейіндеп сол Дәкеңді сағынған ел, сағынсаң егер Дәнешті Нұржаннан барып әнесті деп сөйтіп алыпты. Енді оған әрине, ол өйтіп айтылып жатса, өйтіп бағасын беріп жатса, ол енді үлкен бақыт қой. Өте қуаныштымын. Әрине, Дәкеңді мен бала күнімде көрдім. Яғни 1985 жылы мен туып өскен ауылым сонау жатқан. Сол оқуға тапсырғанға дейін көргенсіз бе? Көрдім, иә. Яғни 1985 жылы мен ауылда, яғни 5-ші сыныпта оқып жүрген кез ғой, қазіргіше айтқанда. Мәдениет үйінің жаңа салынып, соның ашылуы болды. Сол ашылуын Дәнеш аға келіп ән салды. Сол кезде алғаш көргенім. Баламын ғой ол кезде. Сөйтіп Дәкеңнің ән салғанын көріп, Дәкеңнің дауысын естіп, ал енді Дәкеңді көрген ел, Дәкеңнің әнін естіген елдің қошеметін көріп, мен таң қалғам сол кезде. Содан мына жаттанып қалды Дәкең. Бейнесі жаттанып қалды, дауысы құлағымда қалды. Сөйтіп мен әнге деген, өнерге деген құштарлығым содан басталды. Бірақ енді ара-тұра телеарнадан көріп қалған болмаса, енді Дәкеңді енді қатты неткен жоқ, өксінің әндерін айтып кеткен жоқпын. Енді ауылдағы әнші бала танып, термелер, ауызекі айтылатын әндерді айтып жүрген болмаса, Дәкең салған әндерді айтқан емеспін. Сөйтіп 90 жыл мектеп бітіргеннен кейін арнайы жолдамамен сол кездегі мектептің директор болған Ғалымжан Рысбаев деген ағамыз сол арнайы жолдама алып берді. Енді сен өнерге жақынсың, Талдықорғанда Ильяс Жансүгіров атындағы университет бар, сол университетке барасың ба, музыкалық факультеті бар дегенде, барам деп бірден келісіп, содан барған кезде сол университетте енді алдын ала тыңдайды. Сол кезде Алтын Бүркеева деген апамыз бар еді, өкінішке орай марқұм болып кетті. Сол апайым тыңдатты. Ойбай айналайын, сенің әжептәуір дауысың бар екен. Дәнеш Рақышев деген үлкен әнші ағаң 1-2 жыл болды осы жерден арнайы класс ашып, шәкірттер тәрбиелеп жатыр. Бірінші сол кісіге барып өзіңді тыңдатшы деп мені сол бағыт беріп, жол сілтеп еді. Сөйтіп Дәкеңді арнайы іздеп барып, үйіне барып тыңдатты мені. Міне сол 1990 жылы алғаш Дәкең үйіне барып тыңдалдым. Сөйтіп сол оқу орнына түсуіме үлкен ықпал жасап, сол жылы қыркүйектен бастап 1990 жылы Дәкеңе арнайы шәкірт болып алдына отырып әндер үйрендім. Енді өкінішке орай мен енді менің алдымдағы ағаларым, яғни Дәкеңнің менің алдымдағы шәкірттер сияқты көп жыл жүре алмадым. Өйткені Мырзахмет Мұқаманов, ағаларымыз Абылайхан Қармысов сияқты ағаларымыз, Серікбол Шыныбаев сияқты Дәкеңнің алдын көрген шәкірттері ол кісілер менен қарағанда көбірек алдында жүр. Мен Дәкеңнің алдына 2 жылға жетер-жетпес, яғни 1,5 жыл десе болады, сондай ғана алдын көріп, әндерін үйреніп қалдым. Бірақ мен Дәкеңді бір көргеннен, алғаш көргеннен, бала күнімнен аңсаған
тәкеңнің алдына барғаннан кейін барлық аңсарым ауды, тәкеңе деген махаббатым үдеді. Ол кісінің өнеріне, жалпы адамдық болмысына, адамгершілігіне, ол кісі жаңа ауыл сағынып жүрген кезде ой айналайын деп арқамнан қағып, бетімнен сүйіп амандасып, сағынышымды басып, ал ол бойындағы бар өнерін үйреткеннен кейін тіпті мен сол тәкеңнің әндерін үсті-үстіне үйреніп, мен көп әндерін үйреніп қалдым десем болады. Нұржан аға, ұстазы мықтының ұстаны мықты дейді ғой, десек те өнер қанмен текпен келеді деп жатады. Өзіңіздің ата-анаңызда да ән салғандар, өнерлі адамдар болған шығар? Әрине, ол бекер емес қой енді. Мен өскен орта, яғни біз көп балалы отбасымыз. Мен ең кенжесімін үйдің, 9-шы. 5 ағам, 4 әпкем болған, бар, Құдайға шүкір. Солардың енді әкем Қабимолда Ақсақал. Бұл өте өнерлі кісі болған. Қазір енді сол өзі осы өнердің дағы ортасында жүрміз. Яғни әкемнің салған әндері, әкемнің тартқан домбырасындағы күйлері өте сирек тартылып, сирек айтылатын әуендер екен. Мен соған көзім жетті. Яғни әкемде үлкен өнер иесі болған. Бірақ менің әкемде діни ілімі күшті болғандықтан бұл кісі өнер жолына түскен жоқ, өнерді қуған жоқ. Бірақ үлкен өнер болған. Яғни әкем мынау көне ақындардың өлеңдерін, жыр дастандарын, әсіресе ақындардың айтысын, ескі ақындардың айтысын өте жатқа айтатын. Өз жанынан 1-2 әуені бар еді, сол әндердің барлығын сол әуенмен мына абайды жатқа айтатын. Әкем де осы өнерге баулыды десем артық айтқандық емес. Енді шешем де өнерден құралақан емес, ол кісі де қар өлеңнің шебер еді, әсіресе қол өнер шебері, бір кестелер тоқ құрайтын деген сияқты. Өзімнің әке шешемнен де өнердің дарыған деп есептеймін. Одан кейін мынау маңдайымның бағына, бақытыма жарай, мынау қазақтың әйгілі әншісі тәкеңе шәкірт болу. Енді қолыңыз кітаптан талған шығар, бірақ қоңыр домбырамен ауыстырып, бір жеңілдетіп, сағынсаң егер Дәнешті, Нұржаннан барып ән есті дегенде, үлкен буын, алдыңғы ағаларымыз Дәнеш атамызды көргендей боп, бүгінгі буын өзіңізден бір әсерлі ән тыңдаса деп отырмын аға. Ой, жақсы. Анау 16 қызды кейін 27 қыз қып, қаншама желпіндіріп, керемет көңіл күй сыйлайсыз ғой. Сол әнді де қолқасап сұрағым келіп қояды. Енді білмеймін қаншалықты деңгейде мен сұрай алып отырмын. Өзіңіз дайындап келген бір әніңіз болса, тыңдайық аға. Жақсы. Ал енді қолқалап ән сұрап отырсың. Енді бұндай тамаша бағдарламаның аясында 115 әзді жинақтат деп жатамыз. Енді арасынан рұқсат болса бір ән орындап берейін. Айтайын деп отқан әнім тәкеңнің әні Бақытым бол деген ән бар. Бұл әннің өлеңін жазған ақын Мұзафар Әлімбаевтың өлеңі. Ару қызғай айыта алмай жарым сен деп балтатымдай езедедім жаным шөлдеп шыңылып алатаудан шығып тұрып әуелетем махаббат әнін сермеп шыңылып алатаудан шығып тұрып әуелетем махаббат әнін сермеп мойныңды бұр назыма уақытыңды бөл жан медеу арманың жақытын көр болайын мен де сенен
бақ жұлдызым, сен де менің баянды бақытым болайын мен де сенің бақ жұлдызың, бақ жұлдызың, сен де менің баянды бақытым. Екшектің бірін қатты, бірін сәл-сәл кем бұра, нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Білгін келсе біздің жайды содан сұра, тек қана одан асқан жоқ шежіре, одан асқан жоқ дана деп міне. Қазақты әлем домбыра арқылы да таниды ғой. Әрине. Әміре ән салған, Парижде Нұржан Жанпейісов те ән салған. Сондықтан көрерменге бір тосын сый болсын, қолқалап қонақ кәде ретінде қосан айтсаңыз деп сұрап отырмын аға. Жақсы, рахмет. Енді мына аруларымызда бүгінгі таңда елдің ар ұяты ғой. Сол аруларға арналған 27 қыз әніңіз қатты ұнайды. Бір қуанып қалсын енді қыздарды. Жақсы, енді расымен де бұл қазақтың ән дерлікте барлығы осы біздің қыздарға арналған десек артық айтқандық емес. Енді жаңағы өзің сұрап отқан 27 қыз, бұл да Дәнеш ағамыздың арқылы жеткен ән. Бұл ән негізі Алтай Тарбағатай өңірінде орындалған әндер, сол жақтан жеткен әндер, Дәкеңмен жеткен ән ғой енді. Енді қазақта 16 қыз деген ән бар. Кезінде Ғарифолла Құрманғалиев орындаған. Дәкең 27 қыз деп орындаған. Мынау Маңғыстау өңірінде 53 қыз деп орындалатын ән бар. Міне көрдің бе. Енді бір қызығы, бұл әндердің ішіндегі қыздардың аттары, көркем аттар, не бір тамаша аттары. Бұл бірлі жарымы қайталанған болмаса, көп аттар кездесе бермейді. Сондықтан енді сол өзің сұрап жатқан, өзің қолқалап жатқан жаңағы халық ән 27 қызды айтып берейін. Айт дегенін айтайын, әри айдайын қатипып көп тұр деп ауылындай жарым айдай мағияй шағияй нағимай әлимай әминай жазирай нәзирай рәминай сағындым зейнеш бұлбұл жамалай шашағи сағиян сағиғи сажан мүлкөп мербір сылқым ұлжан гүлжан анар жанар Айман шолпан ғалима зибаш сағындым сен оу Зейнеш ай-яй Тұпа туран көңілің мені де болса қатипып ертейін Шыңтай сарым айдай мағияй шағияй нағимай әлимай әминай жазирай нәзирай рәминай сағындым дейнеш бұлбұл жамалай шашағи сағиян сағиғи сажан мүлкөп мербір сылқым ұлжан гүлжан анар жанар Айман шолпан ғалима зибаш сағындым сен оу Зейнеш ай-яй Әншіден хал сұрама ән сұра дейді ғой. Бүгін хабарда әңгімені қысқартып, әдемі ән тыңдадық. Енді соңғы бір сұрақ. Өзіңіздің замандастарыңызда жүр, дәстүрлі әнді бітірген, эстрадамен де ән айтып жүр, екі өнерді ұштастырып жүр ғой жалпы. Бұл үрдіске сіздің көзқарасыңыз қалай? Жалпы қазақтың әні айтылу керек. Ол қалай айтылады? Домбырамен жеке орындауда айтылама, жоқ. Ансамбльдердің оркестрдің орындауымен айтылама, жоқ. Қазіргі заманға қарай эстрадамен айтылама. Өзінің жанрлары бар ғой.
нақышына келтіріп қазақтың әні айтылу керек деп есептеймін. Оның ішінде мысалы қазір дәстүрлі ән деп айшықтап жатырмыз ғой, бөліп қарып жатырмыз. Сол әндерді бұзбай, өзінің табиғатын бұзбай, өзінің формасын бұзбай, жаңағыдай қосып айтып жатса құба-құп. Мен оны құптаймын. Дәстүрлі өнерімізді дәріптеп, баяғыда Ақан сері мен Біржан, бүгінгі таңда Рамазан мен Нұржан жарқырап жүре берсін дейміз. Рахмет. Әрдайым сол сіздердің өнерлеріңіз халыққа көрініп тұрады ғой. Жетісу телеарнасының көрермендеріне деген бір ауыз жүрек жарып тілегіңізді айта кетсеңіз. Жалпы қазақтың үні, қазақтың сөзі бұл халыққа тікелей жеткізетін біздің телеарналар ғой. Соның ішінде біздің Жетісу телеарнасына мен үлкен ризашылығымды білдіргім келеді. Телеарнаның барлық шығармашылық ұжымдарына толағай табыстар тілеймін, еңбектеріңіз жансын деймін. Өйткені өнерімізді, мына өнерпаздарды тікелей халыққа жеткізіп, осындай бағдарламалар, Құдайға шүкір, сіздердің телеарналарыңызда баршылық. Сол бағдарламалардың өмірі ұзақ болсын. Өйткені Жетісу арнасында үлкен жаңалықтар, осындай тамаша бағдарламалар бар екенін білеміз. Сондықтан енді барлықтарыңызға жақсылық тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Рахмет. Көп рахмет аға, өзіңізге де. Ән салайын кітабыңыз құтты болсын, әніңіз әуелей берсін, әлемге шарықтасын. Рахмет. Мінекей қадірлі көрермен, бүгін бізде қонақта дәстүрлі әнші, ұстаз, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Нұржан Жанпейісов ағамыз болды. Амандықта, жүздескенше. Нұржан Жанпейісов 1973 жылы 19 сәуірде Жетісу облысы Панфилов ауданы Субтай ауылында дүниеге келген. 1990-1995 жылдары Талдықорған қаласында Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университетінде оқыған. 1995-2000 жылдары Талдықорған қаласында Дәнеш Рақышев атындағы мектеп гимназиясында ұстаз, қосымша облыстық филармонияда әнші болып қызмет жасаған. 2000-2005 жылдары Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының халық әні кафедрасын тәмамдаған. 2003-2011 жылдары Қазақ концерт өнер бірлестігінің әншісі болды. 2000 жылы Астана қаласы шабыт халықаралық жастар фестивалінің лауреаты. 2002 жылы Астана қаласында Әміре Қашаубаев атындағы республикалық әншілер байқауының гран-при иегері атанды. 2002 жылы Қытай Халық Республикасы Наджин қаласында ұлттық халық әндері халықаралық фестиваліне. 2003 жылы Франция Париж қаласында дәстүрлі музыкалар халықаралық фестиваліне. 2006 жылы Қырғыз Республикасы Айкуль 2006 халықаралық музыкалық фестиваліне. 2007 жылы Оңтүстік Корея Сеул қаласында дәстүрлі өнер орындаушыларының халықаралық фестиваліне арнайы шақыртулармен қатысып өнер көрсетті. Қазақстанның Қытай Халық Республикасы мен Сауд Арабиясы корольдігіндегі өткен мәдениет күндеріне қатысқан Англия, Австрия, Франция, Норвегия, Румыния, Жапония, Түркия, Иран, Ресей, Монғолия, Қырғызстанда концерттік сапарларда болды. 2010 жылы Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігінің мәдениет қайраткері белгісімен марапатталған. 2019 жылы Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері құрметті атағы берілген. 2022 жылы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің қауымдастырылған профессор, доцент ғылыми атағы берілген. 2017 жылы Саясында Алманың атты оқу әдістемелік құралын Мұрат Әбуғазымен бірігіп шығарған. 2024 жылы Ән салайын атты хрестоматия әндер жинағы жарық көрді.